жасағым келіп отыр еді. Біз қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілі болып табыламыз. Кредиттік амнистия жарияланды деген хабар ол шындыққа жанаспайды. Сол үшін сіздерде егер өзіңіздің несиеңізде проблемалық сұрақтар болатын болса, бұл проблемалық сұрақтарды біріншіден сіз өздеріңіздің банктеріңізбен, микроқаржы ұйымдары, кредиторларыңызбен реттеуіңіз керек. Егер ол сұрақ кредиторлармен дұрыс қаралынбаса, онда біздің агенттікке келіп хабарласа аласыздар. Кредиторлар сіздің өтініштеріңізді 15 күннің ішінде қарау керек. Одан кейін сіз сол шешіммен келіспесеңіз, 15 күннің ішінде біздің агенттікке келіп жүгіне аласыз. Ал кредиттік амнистия, кредит кешіріледі деген ақпарат ол шындыққа жанаспайды. Сол үшін барлық ақпаратты сіздер тексерілген және ресми органдардан білуіңіз қажет. Қандай да сұрақтар болатын болса, қазір мен шығамын, сіздермен сөйлесемін, және де өтініштеріңіз болатын болса, бізге қалдырсаңыз болады. Біздің қызметкерлер осы жерде жүреді, өтініштеріңізді қабылдап алады.